Бүгінгі тақырып адамның байлыққа деген көзқарасы қаншалықты адамның бай немесе кедей болуын шешіп жатқаны туралы. Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Мен Жансая Ибраим, қарым-қатынас экспертімін. Яғни қарым-қатынаста мен қалай бақытты бола аламын, менің ішкі жан тыныштығым қай жерде, менің бақытым менің қолымда деген нәрсемен жұмыс жасаймын. Сіздің бақытыңыз ата-анада емес, ата-енеде емес, күйеуде емес, бала-шағада емес, сіздің бақытыңыздың өз қолыңызда екендігі жайлы көптеген тәжірибелерім бар. Өзіңізді игеру арқылы, түсіну арқылы, үңілу арқылы қалағаныңызша сіз таңдаған өмір сүре аласыз деп айтқым келеді. Қазір бүгінгі тақырып адамның байлыққа деген көзқарасы қаншалықты адамның бай немесе кедей болуын шешіп жатқаны туралы. Өзімді жеткілікті деңгейде бай деп санап жүргенмін. Бір күні жолдасыммен кешкі серуенге шығайық дедік. Екеуміз қол ұстасып, кешкі шығып бара жаттық та, біздің Алматының ең жоғарғы жағы, әсем жағы кезінде ел басқарған билік басындағылардың салып алған үйлерінің бір ортасында тұрамыз. Сол жерлерден үй көріп көрейік дедік. Содан бір қуыс көшелермен келе жаттық. Ылғи жаңағы байлардың үйлері. Қуыс көшемен келе жатып, бір алдында дарбазасы бар бір көшеге тап болдық та. Содан кіріп, үйлерді көріп, тамашалағым келеді. Менің өз негізінде бір өзім жақсы көретін бір хоббиім бар. Адамдардың тұрған тұрмыстарын зерттегім келеді, үйлерді көргім келеді. Соны көрген кезде аузым аңқиып соны қарағанда кәдімгідей өзім сол сәтімді жақсы көремін. Сөйтіп, ылғи көрініп тұр енді басқаша байлардың бір көшесі екенін. Соған кіріп көрейік дедім күйеуіме. Күйеуім қарап тұрды да, менің бірақ ішімде қорқыныш пайда бола бастағанын байқадым да, оны мен күйеуіме телей салдым. Не болды? Мына көшеге кіруге қорқып тұрған сияқтысыз ғой дедім да. Сөйтіп ол маған қарады, жоқ деді. Демек ол қорқып тұрған жоқ, мен өзімнің ішімдегі қорқынышымды оған теліп тұрмын да. Бұл өмірде де біз көп нәрсені солай шешеміз негізінде. Өзімнің ішімдегі мен жасырып тұрған, мен білмей тұрған, мен айқындамай тұрған жағымсыз эмоциялар басқаларға телу арқылы, көрдің ба, ол мені жақтырмай тұр, ол мені үйтіп тұр, бүйтіп тұр деу арқылы басқаларға шешім шығарып тастаймыз да. Содан күйеуіме солай айтқан едім, жоқ деді. Мен просто мына жерге кіру стоит емес пе, соны ойланып тұрмын деді. Ол қарай жүріп кетті сол көшеге қарай. Содан жүріп келе жатырмын, менде бір ішімде бір алай-түлей сезімдер пайда болды. Бір қылмыскерлердің көшесіне кіріп жатқан сияқтымын, бір қара сценарий бар адамдардың көшесіне кіріп келе жатқан сияқтымын. Айналама қараған кезде вау деп таңғалып тұрған жоқпын. Ана үйлердің ішінде қандай қылмыстар жүріп жатыр, немесе бұл ақшаны бұл қайдан тапты деген менде сондай бір қара түнек ойлардың ішіне кіріп кеттім десем болады. Көшенің басына дейін барып, қайтқым кеп тұр, тағы да қайтпаймын ғой. Ана ішімде жаман қара түнек ойлар болса да, күйеуім айтам, ана сонына дейін барып көрейікші деймін. Келе жатырмыз, ана үйлерді бүйтіп адам кірместей қылып, бәр жерді жоғарыға дейін қымтап тастаған, камера қойып тастаған, камераның ар жағында бүйтіп жарықтары да сөнік жарық болды, андай бір сөніп қалған жарықтар, жарқырап тұрған жоқ үйлер. Үйлер қанша зәулім, қап-қараңғы үлкен үйлер болғанмен жарықтарды солғұрлым андай сөніңкі да, жап-жарық болып тұрған жоқ. Соған қарағанда осы үйлерде қылмыстар жүріп жатқан сияқты деген сияқты өзім бір жаңа қиял, андай бір фантастика кинолар сияқты болып кетті да. Бір кезде шынымды айтайын, жүрегім айнып құсқым келе бастады. Кекіріп жатырмын. Ішімнен ащы бір нәрселер шығып жатыр да. Осы жерде, егер де мен өзіме үңіле алмайтын, өзімді тыңдай алмайтын бір адам болғанымда не болар еді? Өзімді түсіне алмай, мүмкін ол ауруға айналып кетуі мүмкін да, ішіңдегі тұрған нәрсені шығармағаның үшін. Мен сол мезетте, сол көшеде кетіп бара жатып, өзіммен жұмыс жасадым. Менде не болып жатыр? Менде мына айналадағы нәрселер байлыққа деген қорқыныш бар екен. Жай адам бай болмайды. Қылмыскер адам ғана бай болады. Қан төккен адам, жазықсыз адамды жазалаған адам, бір қарапайым үйден біреуді әкелесің, оған жала жауып өлтіресің деген сияқты, білмеймін, бұл кинодан көріп алғанмын ба, или менің кішкентай кезімде сондай қоғамда сондай оқиғалар болып бір жерден естіп алғанмын ба. Менің кішкентай кезімде психикам, яғни әлеуметке деген көзқарасым осылай қалыптасыпты, байлыққа деген
Қараңыздар, бұл жалпы менде ғана емес, қазір қоғамда көп адамдарда болуы мүмкін. Менің жасымдағы, менің құрбыларымда көп адамда болуы мүмкін. Содан мен өзімді тыңдадым, ішімдегі жаңағы байлыққа деген жеккөрініштілік, қылмыс, қорқыныш деген нәрсенің барлығын сол құсқым келу арқылы, кекіру арқылы есінеп жатырмын, білесіздер ме? Есінеу және кекіру іште трансформация болып жатқанын көрсетеді. Яғни менің ішімде қалыптасып қалған, кішкентай кезімде қалыптастырып алған картинкамды не істеймін? Жоққа шығарамын да оны қабылдаймын. Бірінші менде бар екен, сөйтіп оны шығарып тастап, оның орнына жаңа ойлар қалыптастырған кезімде. Яғни жоқ жансая, қарапайым адамда бай бола алады. Қарапайым адамда осындай зәулім, әдемі, лакшери үйлерде тұра алады деген ойды қалыптастырған кезімде, яғни жаңа көшеден кіріп шыққанға дейінгі процесста, шыққанда уже менде кекіру де, есінеу де басылып деген бір андай тыныс алудың басқаша бір демі пайда болды да менде. Жеңілдік, ішімдегі жаңа ашы, мені қысып тұрған, мені есінетіп тұрған ауа, ашы, жаңа кекірік, оның барлығы шығып, оның орнына жаңа дем кіріп жатқанын сезініп жатырмын да. Бұл процесті менің санам емес, менің бейсанам ар жағымда жасырынып тұрған, тәнімде жасырынып тұрған нәрселер істеп тастады. Мен оны сананы іске қостым. Ол жердегі картинканы алып тастап, оның орнына жаңа картинка қоюмен саналы түрде жұмыс жасадым. Сонда мен енді қазір әрбір сәтімде өзімді бақылап көремін да, байлыққа деген көзқарасым қандай, қылмыскер деген бар ма деген сияқты жоқ. Ондай ойлардың қазір жаңа, яғни кез келген мына заманда өмір сүріп жатқан адам байлыққа қол жеткізе алады. Кез келген адам өзін сүю арқылы, өзіне махаббат көрсету арқылы, айналасына жақсылық шашу арқылы, шуақ шашу арқылы өзімен қарым-қатынасын нығайтып, Алламен қарым-қатынасын нығайтып, ар жағында айналадағы адамдармен қарым-қатынасын нығаймай ма? Артынша байлық ол өзімен өзі келеді. Өйткені мен сол адамдарға не бере аламын, Алла тағала маған берген потенциалды қалай пайдаланып жатырмын деп не істеймін? Бағытты өзіме қойып, өзіммен жұмыс жасау арқылы мен айналама жақсылығымды шаша бастаймын, қызметімді жасай бастаймын да. Осының арқасында байлық маған келеді деген ұғымды қалыптастырдым. Сол күннен бері өзімді жеңіл, байлыққа деген көзқарасымның сондай бір оңай, жеңіл деген нәрсені сезініп жүрмін. Негізінде оның алдында да байлық маған оңай келеді деп ойлап жүрген едім. Бірақ осы оқиға арқылы менің ішкі жасырынып жатқан, түп санамда жасырынып жатқан менің байлыққа деген көзқарасымның қорқынышты екенін анықтағаннан кейін, енді қазір өзімді өте жайлы сезінемін. Осы сияқты әрбір адамның бойында кішкентай кезінен қалыптасып қалған жағымсыз эмоциялар болуы мүмкін. Ол қорқыныш, ашу, реніш, ұялу және де кінәлі сезіну. Сен бір нәрсе кішкентай кезінде кінәлі сезініп қалдың ба, болды. Ол тәніңде тұрады. Әрдайым сен адамдарға қарым-қатынасың сол кінәлі сезім арқылы шешіп тұрасың да. Немесе жаңағы бір нәрседен кішкентай кезінде ашуланып қалған болуы мүмкін. Кішкентай баласың ғой, сол ашумен әрдайым адамдарды шешіп тұруы мүмкін. Дәл солай реніште де. Мысалға бір күні бір әйел келді, 31 жаста, күйеуге шықпаған бір қыз, күйеуге шыға алмай жатырмын деген запроспен келді. Содан реніштері бар екенін анықтадық. Кімге? Ата-анасына, айналасына, соңында барғанда Аллаға реніші бар. Аллаға реніші бар адамның өзін өзі қабылдамаған, өзіне деген реніші бар екенін көрсетеді. Содан сол ренішті қай жеріңмен сезіп тұрсың десем, қолдарыммен дейді. Қараңыздаршы, қолында тұр. Неге деп анықтатқан кезде, оны мен маман ретінде тыңдай аламын ғой. Оны тыңдаған кезде айтады: анам маған әрдайым кішкентай кезімде неуклюжая, қолыңнан түк келмейді деп көп айтатын дейді. Содан мен қолыма ренжігем дейді. Неге сен істей алмайсың, неге мен ойымдағыдай бола алмайсың? Бала ғой. Ол жерде ерік менде емес, қолда деп есептегендіктен оның несі бүкіл шешім қабылдап тұрған нәрсе мынау қол. Қолды ештеңкеге жұмсамайды. Неге? И так-та мен қолымнан түк келмейді деген ренішпен барлық нәрсеге шешім қабылдап тұр. Дәл осы сияқты өте көптеген мысалдарды айтып келтіруге болады. Мысалыға осы жерді кесіп алып тастайсың ба? Немесе осы жерді бітірейік па? Қанша минут болды? 9. Мысалға күйеуге шыға алмай жүрген қыздарды анықтап, мысалы 38-ге келген, 40-қа келіп қалған қыздарды анықтап қарасақ, кішкентай кезінде ата-аналары не істейді?
немесе ер кісілер оған қауіп төндірген болуы мүмкін. Сол кезде ата-аналары оны қорғамаған болуы мүмкін. Ата-ананы кішкентай бала қорғаныш ретінде көріп тұрғанда ер кісілерден қорғамағанда ол өзін өзі қорғауға кіріседі, яғни тәнін қорғауға кіріседі. Сондықтан өскен кезде оған отбасы құруға ер кісілер өте қауіпті болып тұрады. Сол қауіпті екендігін өзінің тәнімен, жанымен қабылдаған кезде ғана шынайы түрде не дейді, енді маған бұдан кейін қауіпсіз еркек кездеседі деген дайындыққа бет бұру керек та. Ал оны қабылдамай, мен үшін ер кісі кішкентай кезімде қауіпті болып қалған екен ғой, менің ағзамда осындай бір қорқыныш бар екен ғой дегенді қабылдамай, оған ол ешқандай шешім шықпайды. Сол қорыққан күйі күйеуге шықса да, ер кісіні қауіпті санап, өмір бойы ер кісіден алыс, өзін жырақта ұстап жүретін болады. Сондықтан әрбір адам өзінің тәнін, тілін тыңдай білуі қажет деп айтқым келеді. Тәнімізде біздің бүкіл өмірімізді шешіп тұрған шешімдер, қабылдап қойған шешімдер бәрі жасырынып тұр. Сіз нені қалайсыз, бірақ орындалмай жатқан болса, немесе сіз өмір сүріп жатқан өміріңіз сізге ұнамаса, ол сіздің тәніңізде жасырынып тұрған кодтар. Егер де осы кодтарды ашқыңыз келсе, өзіңізбен бетпе-бет келіп, шындықтарыңызбен жұмыс жасағыңыз келсе, біріншіден менің парақшама тіркеліңіз, лайк басыңыз. Сонымен қатар екеуміз тірілдей кездесіп, онлайн, офлайн форматта консультациялар өткізсек болады.